Топчи Мақсат Садырбеков. Знакомимся с составами команд. Стартовый. Біз болса албетте Иназума командасының құрам Иназуманың ең мықты ойыншылардың қатарында 12 номері Мақсатбек Айтегин ада бесе қалсын ышқырығы жаңырды ойын баш. Біз албетте жақын жерден бардына көң олауыз. Азыр болса топты Джамбо берілген соққы. Офсайд авалы болып тұрады. Санжар Асқаровқа алмашуға шыққан Арсен мықты ойын көрсетіп. Бұл жерде гол болуы жоқ. 11-ші номердағы ойыншы Азирет Момошев жақшылы әрекет қылды ле. Талауда Джамбоның иліп берген тоуы. Бұл жерде ким сүзделі. Көрдіңіздер, байқадыңыздар. Бұл жерде осы Раньше забить. Раз за разом проходят эти атаки. И голкипер очень часто у нас чувствовал себя вольготно именно вот на подступах штрафной площади. Джанбото, прекрасный пас. Айдар пасменен келді. Штанга. Игрок. Подключение. И можно пробить. Удар. Гол! Первый гол забивает Гол! Албетте. Бұл жерде ойынға Самет тағыр екен. Самет гол жаратауы. Жоқ, дарбазашыны көздей. Кейіп салды. Спаев, Самет. Оң тарапменен чурқа бардат албетте. Айван часта чейін кіріп барды. Бұл жерде пас болуы. Дарбазашыға топ шеккен жоқ. Қорғоучу анткені бұл жерден жата қалып топты. Азирет Момошев. Пас берделе жақшылы. Bir daha oyuncuға жетпей қалды албетте. Балким өзі тіле тейверсе болмақ. Ну и можно пробить, наверное, отсюда. Нет, пас хороший причем. А в этот удар уже немножко подкачал. Рядом Иназума идет вперед. Красиво! Можно и пробить здесь. Удар! Нет, высоковато. Высоковато. Дебютетте топто. Джамбо. Дубль жаратауы. Жоқ, бұл жерде дарбазатшы шындығында азаматтық қылып. Такие короткие движения характерны для игры в футзал. Ой, какой гол! Джамбо! Эркин Мақсатов ошоны көріп қалды дағы. Бұл жерде Қанбек Рыспаев топ менен гол жаралауы. Жоқ, дарбазатшы. Антемесе. Көңіл бұрғыздар 16 номердегі ойыншы. Ну что ж, второй тайм матча. Стандарты қавал. Топтың жанында ұрыс келді. Айванчасына еліп береу. Бұл жерде 16 номер. 16 номер чабылда Иназума гол жаралауы. Қорғаушылар мықты. Егерде азыр 16. Иназумада дағы жарым саат уақыт бар. Ой, какой пас! Рыскелди. Хорошая атака. Рыскелди азаматтық қылып шындығында. Соның шешім. Очень быстро судья принимает решение. Да, посмотрел, пенальти. Антемесе. Иназ! Бектурдың елген тоуы. Бұл жерде топ-топ кем бірінші. Кирилл Працишин. Дарбазашы қайрадан. Мықтылығын анткені тайпалық ойындардың арасында болған челленджді Далушылы Принц топтик командасына беру пайда алып келіп берділі. Ошондықтан Принц бірақ Бектур кен топты. Асманды көздей тепкен топ. Будет подавать мяч в штрафную. Ох, высоко там выпрыгивал 7-й номер Иназумы. Да, не попал Бектур в ворота. Вполне мог забить сейчас, да? Ну и черные должны... Бұл жерде Санжар Асқаров оң тарап менен гол болу. Гол! Дэвид Тетте! Гол! Гол! Забивают игроки команды Топ-Тим. Давид сделать подачу. Есть подача, удар! Вратарь отбивается. Очень
А здесь все встали, но это гол. Нет, это будет гол отменен. Последних сил идет Иназумов вперед. Хороший пас. 16 номердagi Oroz Мяч в to'pdan. штрафной площади. Нельзя нарушать правила. Там будет пенальти. Но мяч забрали. Бектур менен Кирилл Процишин birga ekölep. Несколько раз судьи смотрели повторы. И можно поздравить команду Топ Тим с победой в этом непростом матче.